Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы «Ағамның аты Әділ, имя моего брата Әділ». Мақсаты тыңдалған мәтінге мұғалімнің көмегімен иллюстрация, сызбалар таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап беру. Жаңа тақырыптың жаңа сөзімен таныс болайық. Новые слова. Кіммен, с кем. Татумыз, дружные, мирный. Тату отбасы, дружная семья. Ученики, открываем страницу 51 и читаем. Ағаңның аты кім? Кіммен? Ағаммен. Обратите внимание окончание этих слов. Если мы задаем вопрос «с кем?», «кіммен?», мы отвечаем ағаммен, әпкеммен, ініммен, қарындасыммен, сіңліммен. Ребята, мы сейчас с вами прочитаем этот текст и переведем вместе, хорошо? Менің ағам бар. У меня есть брат. Ағамның аты Әділ. Его зовут Әділ. Ағаммен бассейнге барамын. Мы с братом пойдем в бассейн. Мен ағамды жақсы көремін. Я люблю своего брата. Менің әпкем бар. У меня есть сестра. Әпкемнің аты Дана. Ее зовут Дана. Данамен аквапаркке барамын. Мы с Даной пойдем в аквапарк. Мен әпкемді жақсы көремін. Я люблю свою сестру. Біз татумыз. Мы дружные. Это у нас письменная работа, ребята. Откроем тетради. Пишите первое задание, бірінші тапсырма, 52 бет. Здесь вы должны поставить нужные слова вместо картинок и перепишите в тетради. Қажетті сөздер у нас әкеммен, әпкеммен, қарындасыммен, ініммен және ағаммен. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар. До свидания, ребята.